Жүреміз ба? Достойын жүрейік, жігіттер. Давай, көтеріп қояйық болсын. Давай, бауырлар, аман болайық, аппайық. Аман болайық. Бартай. Саған бала еттік қой, мынандай жерге бала келмешті. Ішіп отық қой, сен бөлі, ұят қойым деді бала. Несі бар? Әкесін көрі өссін. Ато чортпа өсет ертең. Әкесін көрі өссін, қайтпайтын мужик болады. Сол үшін атын Талмас деп қойдың. Кім дейді, Алмас? Талмас. Талмас. Талмас шындалы. Талмас керек емес, Талмас атпай қойшы. Талмас, братан, мен білесің ғой, ешкімді алдаған жоқ, братан, қойсайым ақшасын. Білесің ғой, братан, атпа, братан! Не болды? Жаман түс көрдім. Талмас әлі жоқ. Қайда жүр екен? Жүрген жоқ, қаңғым. Ей Алла, тыныштығыңды бере көрдағы. Алло? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз, кім екен бұл? Ішкі істер бөлімінен Сейітқұл Алтайдың анасы боласыз ба? Иә, анасының тыныш па, не болып қалды? Балаңыз ауыр жарақатпен ауруханаға түсті. Осы жаққа тез келсеңіз. Дәрігер, мен балам жағдайы сабыр етіңіз. Сіздің балаңыздың жағдайы өте ауыр. Қолдан келген бәрін жасап жатырмыз. Сабыр етіңіз. Ассалаумағалейкум, аға. О, да. Алмас бар екен? Үйді бұл көріп, не тұрыс па, жай ма? Шақыр жүресіз ба? Шақырайын, қазір. Қалай жан? Шүкір жәліп. Жатам. Жатам болғанда кеше түнде көңінше кеттің. Не болды түнде? Қасас. Өтірік тупит етпеші. Конкретно біліп тұрсың ба не оға? Талғат. Ол да бірден болса, нахуя маған кетіп клевать етесің да. Білмеймін ештеңені. Короче, кластас. Сенде тек бір вариант бар. Ішке келесің. Қалай болды, солай айтып бересің. Басқа вариант жоқ. Қолдан келсе, келгенше мен саған көмектесем. Жөтеге кластаспыз ғой. Талғат. Лечить етпеш мен нахуй. Баршы нахуй, білмеймін ештеңені. Сен братаға не білдірдің? Жоқ, нормально, ештеңе емес. Атпағат құрдың келмейді ғой. Жұмыста жоқтың артынан келдің. Сырын білмейді бәрі. Ассалаумағалейкум, Ораз, қалайсың? Қалай, талар, аной, бетсоқ солай. Ассалаумағалейкум, қалайсың, братан, жақсысың ма? Чоқтан тыныш па, братан? Пақан отчет ашулы. Пахан сол бая жұмыстың жырауына, теңгезге жұмысқа кір дейді. Вариант жоқ вообще. Қалай өзден амансың ба, не қалар, қайда олыңдар кеше? Ой, шүкір, жақсы кеше отырыстарда ол ема. Не? Ана кеше қыз кім қыз? Сол үйінің қызын от. Өзімді ашсам қасымда жатыр ма? Долбоёб! Әйел қылып алатын қызың ба? А онда хули выебаешься, сука, нахуй? Онда қарындасың маған әкелтсе, мен тоже демалайын, нахуй. Братан, кеше ескертті. Жа болсын, нахуй. Братан, айтпаш, кеше Алтайдың балдар спортқа шақырып жатыр ғой, не істейміз? Не істейміз, барайық, сөйлесейік,
ойыншық не істейміз, алып чайық па? керек емес ешқандай ойыншық, былай барамыз сөйлесеміз. Қазір мен киініп алайын деп тұрмын да. Сен не, бля, натуре басың сыймай, көтің тығылып, Ей, натуре, по факту солай емес пе енді? натуре, тасташ бұл. Сол конкретно не айткың келіп тұрсың сонда? Тасанышы, кит. Қайда? Қалай қайда? Мен айтқан жоқпын, Алтайдың балаларын спорт құрамыз деп. Досым, тасташы, маған айтқан керек емес деп. Қалайсың, Талмас? Че там, айта бер. Айта бер дегеннен саған бір интересім бар. Алтай не үшін аттыңдар? Обосновкасы былай, короче. Алтай ауылдың мужиктарынан тиын алып алды, жұмысқа кіргізем деңгізге деп. Біз оған полицияға жақында жүрдік по-хорошему. До концовки жұмыста жоқ, тиында жоқ. Сол үшін бала өзінікі получать етіп алды. Басқа қандай интерес бар? Сол үшін атып кету керек па не? Асық па? Солай допускать етті ма? Жоқ, допускать еткен жоқ конкретно. Қалай допускать еткен жоқ? Браттан 50 мың теңге ақшалар жұмысқа өзем деп. Ақша да жоқ, жұмыс та жоқ. Енді? Бұл намысыма тиіппетті. Намысын 50 мың теңге тұра ма не? Болды, аспа. Басында, Талмас. Если справедливость, то тогда считайте, базара нет. Алла уақытта тек сен. Жақшағынан көрейік. Все, на этом закопали. Саражан. Айналайын. Қош келдің. Қош көрдік, апатай. Ясан өсіп қалыпты. Жігіт болыпты. Жас өспеймін, көкейді теспеймін деген бар ғой. Апатай, жезден ауылды сағынып келдім. Бір жағынан мына Диасты 2 айға сіздің үйге тастап бара жатырмын. Алматыда неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Өздеріңіз біліп, естіп жатқан шығарсыздар. Үлкен қала болған соң үнемі қорқып отырам, бірдеңе ұшырап қалама деп. Ауылда Талмастың қасында болсын біраз. Жақсы нәрсе үйренеді ғой. Әрине, айналайын. Есігіміз ашық әр уақытта. Қалсын. Ауылдан балдардың үйренері көп қой. Ауылдың аты ауыл. Қаладан қорқуға болады қазір. Ел, жай келдің ба? Жоқ, Талмас, сенің кешегі қылың дұрыс па, енді айтшы маған. Үйдің бәрі киіп-кеш. Алтайдың анасы ауырып жатыр, білесің ғой, Алтай менің нағашы ағам екен. Мына тірлігің не мынау? Гаухар, мен ештеңе айтпаймын. Алтай өзі допускать етті, өзіңкін алдына. Не дейсің маған? Допускать етпеді. Сен ба сонда барлығын жазасын беріп жөнге салатын? Гаухар, сенің нағашың болар, Алтай. Мен үшін ол мал. Сенімен араласып жүрген менің басым істемейді. Одан кейін көзіме көрінбес жарай ма? Мал, сен оғлыңдар улап болдың ғой, білесің бе? Мал, Тасташ сен, родной, отсыршан стап. Тасташ ойыншығыңды натуре бар ғой? Ба! Сейчас милицию звони. Тала, братан, что за терпела, нахуй? Кімді ақ келгенсің сен, Алтайдың жағдайы қалай? Алтайдың жағдайы жақсы, бір қалыпты. Сіз кім боласыз? Саламатсыз. Алтай кімшіш болады? 17 қанаты бұлай. Жақсы, рахмет. Алло, милиция! Алло! Қумашы, не Дай телефон. Қума деймін саған. Что за фигня, братан? Айтшаң, не үшін братан, жас планы? Диас, мен қасында здравый дұрыс жігіттер жүреді. Не үшін ұрыватсың? Ана Щегол ауылды порошокпен улап жүр.
А біз ондай допускать етпейміз. Так что кутын қысып жүр. Тала, брат, смотри, ты у нас прям Робин Гуд, да? Чё за у вас понять, чё за движение, бить кого-то, а? Айтшы ма? Диас, походу қасымда жүріп үйренесің. Тыныш жүрші нақ. О, Алтай! Қалайсың? Ақыры атылып тындың ба? Кезінде ғой, мен саған ескертіп айттым ғой. Тыныш жүр деп. Так, короче, мен білесің ғой, не үшін келгенімді. Маған қасымда кім бұл, қалай бардыңдар, не үшін бардыңдар. Сені атып саған Талмас екенін прекрасно білем. Талмастың қасында кім балдары болды. Бәрін по полной программа маған жазып беретін боласың. Түсіндің ғой? Братан, сен мені атып қалдың, мен ғой атылып қалған. Мен біреуді атқан ұстап сөйлеп отырсың ғой сен. Қойш, сен ба атылып болған? Сен кәдімгідей ел үшін, отан үшін атылған адам ұстап маған адал жерім сөйлеп отырсың ғой? Короче, мен түсінген бойынша сен ештеңе айтпайсың, да? Алды айтам мен. Хорошо. Онда битеміз онда. Екінші вариант бар онда. Маған ішке деген, сенің үстіңнен арыз деген талпа арыз келді. Менде іште комитет сейфте жиналып тұр, әзір тіркеген жоқпын. Мен білесің ғой, адамдардан қарызға ақша аласың, жұмысқа кіргізем, ойбай, өпейт, сөпейт. Не жұмыс жоқ, не ақша жоқ. Сен сол үшін атып жатсың ғой, жерде конкретно айтқанда. По черному өзіңдікін алдың. По красному білесің ғой. Кішкене жақсарғаннан кейін конвоймен келемді алып кетем сені. Все, ары қарай кетесің, қайда баратың білесің. Керек па? Пожалуйста. Білесің ғой мен істейтінді. Так что бостан-босқа жата берме. Ақылдымын деп ойлама өзіңді. Ана патологқа бостан-босқа жатпай ойлан. Мен саған ровно 24 сағат уақыт берем. Ертең осындай уақытта келем. Бір жақты қылып шығаратын бұл. Давай. Үшінші вариант бар менде, братан. Үшінші вариант бар менде, братан. Қандай вариант? Шешейік, братан. Қанша миллион керек? Солай ма? Болады ғой да, шешу керек. 1 миллион? Болды ғой, брат. Жетпей 1 миллион ба? Доллар. Қомас, брат. Қайда доллар, брат. Ондай ақша ешкім жоқ қой, брат. 1 миллион теңге. Вот именно ешкімде жоқ. Так что қаямды жемен. Бір мен екінші вариант. Ертең келем. Ассалаумалейкум. Ке? Алейкум ассалам. Талға қалайсыңдар? Шүкір жайлап қалай өзің. Че там? Алтайдың шаруасы ең отыр. Как раз сол Алтайдың шаруасы бойынша келіп отырмын мен. Менде подозреваемый бар. Кім ол? Талмас деген жігіт. Талмас? Жоқ. Нахуя Талға? Талмасқа қаралып қаласыз? Свидетельдер бар ма? По факту бар ма свидетельдер? Доказательства бар ма? Неге атты ол? Не үшін атты? Өлдіңдер ма? Смысл болып тұр ғой бұл бойынша. Мына Алтай бар ғой больницада жатқан потерпевший. Кезінде менен 1-2 іспен өтті, жалпы мен оны жақсы білем. Қалада біршама адамдардан жұмысқа кіргізем деп адамдардан ақша алады. Не ақшада жоқ, не жұмыста жоқ. В общем, бір сөзбен айтқанда мошенник қой таза. Сол бойынша менде біршама арыздар түсіп, как раз делоларды алып қоятын сізге танысыпсың деп. Бұл таза алаяқ, мошенник. Талмасты видимо лақтырады. Ушал үшін аппаратты атып кетеді ғой. Осы іс бойынша бұйырса айналысып жатыр мен. Сендер нағып отырсыңдар, мына жерде жиналып алып. Ана жақта мен баламды атып тастаған білесіңдер ма сендер? Талмастың атқан бәрін де прекрасно біліп отырсыңдар. Әлде сендерге ақша төлеп қойды ма? Біреудің жауапқасын прикрывать етіп отқан жақсарсыздар. Мен сендердің үстеріне бәріне прокурорға арыз жазам барып. Сау сақтан отырыңыз. Салат шатшы. Отырыңыз. Отыр деген несі? Қалай отырасың мұндай жағдайда? Так, мен түсінген бойынша сіз Алтайдың анасысыз, дұрыс па? Иә, анасы. Енді бері қараңыз. Мұнда Алтайдың үстіне түскен біраз арыз шағымдар бар. Сіз ойлап отқан шығарсыз, балам аппақ деп. Балаңыз больницаға түскен себебі адамдардан ақша алып, жұмысқа кіргіземін деп, не өзі жоқ, не балаңыз жоқ. Сол себеп жатыр балаңыз больницада. Менің балам ба? Әрине сіздің балаңыз. Сіз Талмас деп отырсыз ғой. Біліп отырсыз бәріміз Талмас екен. Кетті жаңағы опер жігіт. Доказательства жинайды, айтып келеді, қамаймыз, без проблем. Жаңа айтып отырсыз, прокуратураға барамын деп. Без проблем барыңыз прокуратураға. Бірақ есіңізде болсын. Менің алдымдағы арыз шағымдар бәрі қаралатын болады. Бәрі қозғалады. Аңда өзіңізде.
молчу, Алтайчик. Қалайсың? Молчу, Алтайчик. Қалайсың? Алтайчик, Алтайчик. түсіндім брат. Ақшаны берем, ақшаны брат. түсіндім. Алтайчик, я тебя трогать не буду. Сен че, мені таба алмай қалады деп ойладың ба? Кайфты аласың, жоғалып кетесің, телефон көтермейсің. Ақша қайда? Ақша бар, брат. Ақша бар. Қойсам, больницадан шығайыншы. Брат, менде ақша бар. Жоқ, Алтай, сенің уақытың өтіп кетті. Енді сенде таңдау жоқ. Но саған кайф напоследок. Рахмет, рахмет. Ақша бар. Так, қала оянады, бірақ Наргизсіз. То, мен бане. Всегда осылай ғой. До конца ойнайық та. Кім сонда мафия? Мен мафия. Ничего себе. Тава, брат, ауылда мафия бар ма не? Мен ақ жасқа ойнаймын ғой. Ехай, брат, ойнап тастайық. Машей, оставь ей. Брат. Қалай ұйықтайды? Жүрші. Қалай ұйықтайды деймін. Позорым шығармашы, жүрші. Гайс, я знаю, что он мафия. Вот зеленый сидит. Вот. Батя, что ли? Өйстіп менің позорым шашып жүр енді. Неге осылай істейсің, мен сен түсінбеймін. Кімдер енді анау қасында отырған? Қыздар ма бір деген оны? Жоқ, енді мен қыздар шақырды ғой ол жерге, олардың қаладан келген достары. Менің не қатысым бар? Қаладан келген достар емес, көріп отырмын ғой, мен жобалап отыр ғой саған. Именно маған жыбырлап отыр ма? Именно саған қарап отыр. Жоқ, Тамас, осындайыңды қашан қоясың? Мен сенің әйеліңмін ба, жеке меншігің ба? Гаухар, басты кетірмеші атуын. Тихо. Ребята, не ругайтесь. Нормально. Нормально. Қыз баласы ғой. Көшең, қар ортасына айқай шығарған не? Брат, ауылдыққа салмаш, өтініш саған бар ғой. Есім, Жаспат. Гаухар. Тасқын машина. Брат, қыз баласына ұрысып керек емес. Надо предложение сделать, брат. Ты чё? Тава, брат. Ну, зачем өйстіп жүре бересің бе енді? Той жаса, ұсыныс жаса, предложение жаса. Жоқ, сен точно Тамас туралы айтыпсың ғой. Әрине. Ты чё, брат, өзім көмектесем. Құма демей. Брат, ты же любишь его. Правильно? Таста демей, нормально. Қазір бір сұрақ қой. Құдытпа деймей, Брат, проблем өзін шешем демей. Ага. Нормально, қозғау, брат. Нормально. Алло. Дальше будешь Алматыда тұрасың. Зачем саған ауылда Не? Зачем да ауыл? Түйсіғол, брат, ты чё? Не істейсің ауылда тұр? Өзім шеше оламын. Өзім білем ғой, баядан жүрген өзім. Білем жүрген. Қаласа берме, просто не аластан. Сен ғой? Жоқ, сен ғой бұның бәрін істеген. Сложно прощаться. Сложно прощаться. Сложно прощаться. Сука, блядь. Өлмей тұра тұруым керек, бір-екі күн құттай шыдағанда. Не істейміз? Ештеңінде тұрмайсыңдар ғой, трупты бір жет көріпсіңдер ма? Больницада камераның бәрін көтеріңдер түгел. Сосын ана Талмасты үйінен барыңдар, шашына сүйреп алып келіңдер олағына. Құп болады.
Талмас. Класстас. Қош келдің. Адам сияқты шақырғанда келмей, аңсап, темір шынжырмен келіп тұрсың ба? Қош келдің. Мен саған адам сияқты айттым ғой, үйіңе бар. Класстас, ішке жүр. Дұрыс әңгімеңді айт. Мен саған көмектесемін дедім. Дұрыс ба? Сен де айттың маған, білесің ба? Наху послать еттің сен маған. Дұрыс ба? Дұрыс. Адам сияқты келу болмады ма сол кезде? Отсың енді сүмірейіп наху алдында да. Аттың тірі қалып болмай қалып больницаға түсті. Бардың, нахуя добить еттің сен оны? Талғат де заебал наху. Мен емес наху өлтірген наху. Дәлелің бар ма конкретный наху? Или көрдің ба наху мен өлтірген? Отыр, сука! Отыр! Долбоёб наху! Сука, Робин Гуд болғың келіп жүр ма наху? Қолыңа мылтық алып не бірден шешем деушісің ба? Ауру заң бар емес па, долбоёб наху! Қараш даланы, қайғасыз өмір сүріп жатсың, ауру! 90 жылда жүрсің ба, долбоёб! Шештің ба проблеманы? Долбоёб, отсың сүмірейіп! Әлде байдың баласысың ба? Пиздес қымбат адвокат жалап шығасың ба мына жерден? На шығасың, долбоёб наху! Минимум 10 жыл аласың жоқ дегенде наху! Қайда роднойларың қайда наху? Біреуі жоқ қасыңда наху! Сыртта әкең мен шешеңнен басқа адам біреуі жоқ, білесің ба? Сен үшін келіп жүр, қолдарында тамағы бар наху! Шешең жүр жылап наху! Долбоёб, блядь, наху! Отсың сүмірейіп, сука, блядь! Талғат, мен айтарымды айттым. Білгеніңді істеші наху. Бля, Басеке, сука, наху, мразь, наху, мойындамай жатыр, наху. Енді? Ол енді по-любому мойындамайды ол, мразь, мен оны білем ғой, наху. Короче, мындай вариант бар. Больницаға бар. Больницадағы жаңа камера жасап тұр екен. Сөйлестім. Криминалистке айттым. Больницада қазір камераларды алып отыр. Больницада камерадан конкретно анық кім кіріп шығып добить еткені көрінеді. Адди хуй мен мұны, Талмас екен бар ғой. Дәлелдеп берем бар ғой. Жоқ, нихуя Талғат. Ол дейді, разумный жігіт, ондай долбоёб емес, барып добить ететін. Рұқсат па? Кір. Басеке, больницадағы видеоматериалда Алтайды өлтірген Талмас емес екен. Қойшына. Талғат, мынаны, сука, жүйір алмаңдар, наху. Беріңдер ориентировку, наху. Жалыңдар қалады, надо будет. Бүткіл ГАИ, участковый, наху, бәрін ескертіңдер, наху. Ананы істейміз үшті өткенде. Жүйір оны болсын пока қалады. Хорошо. Басыңдар оны. Все, Джиги, давайте он. Қалаға кеттім. Шын айтсам, шаршап кеттім уже. Білмеймін сені, көремін өзгеріп қарауға, жаңа өмір бастауға деген сияқты. Еще на связи, сендерде барынша өзгеріп дұрыс жүруге тырысасыңдар ғой. Все, давайте. Все, болды, брат. Аманшылық. Şaşalım özümdü utara. Bir şaşalım özümdü